Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, жас мамандар, сіздерге алғаш мектепке кірген студент, оқушылар, практикада жүрген оқушыларға кішкене менде слайд жасауды үйретейін деп едім. Енді сіздер мына жерге мен анық түрде көрсетіп жіберейін. Сіз сабаққа жоспар құрған кезде ең алдымен мектептің аты жөні тұру керек. Одан кейін сабақтың тақырыбы. Сіз сабаққа жоспар құрған кезде сабақтың тақырыбына аласыз. Осы тақырыптың барасыда оқу мақсатын айқындап аласыз. Оқу мақсатына қарай сіз оқушыларды алған теориясын практикада пайдалана алатындай етіп сабақ мақсаттарын құрасыздар. Енді сіздер бұл жерде өзіңізге мақсатты айқындап алған екен, сіздер сабақтың басы, ортасы, соңы болады. Сабақтың басында біз 0 минут пен 7 минут аралығында біз уақыт бөлуімізге болады. Немесе 5 минутқа да бөлсеңіз болады. Ол өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Ең бірінші сіз оқушыға сыныпқа кірген кезде оқушылармен сәлемдесіп, сыныпты түгелдеп, одан кейін оқушылардың назарын аудару үшін шаттық шеңберін құрсаңыздар болады. Яғни бұл жерде оқушы бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, бір-біріне деген құрмет сыйластығы көрсетеді. Одан кейін сіз бұл жерде сабақтың басында оқушылардың үй тапсырмасын тексеруіңіз керек, және де топқа бөліп алуыңызға болады. Мысалы, сабақты топпен бөлмей өтсеңіз де болады, бөліп өтсеңіз де болады. Ол өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Бұл жерде менде Блум темадағы әдісін пайдаланғанын, бұл жерде мен оқушыларға тек сұрақ алыңыздар деп айтқам. Яғни оқушылар өзіне керекті түсті таңдап, олардың артында тұрған сұрақтарға үй тапсырмасына жауап беріп отырады. Осылай сабақтың басын құрастырсаңыздар болады. Немесе заман талабына сай Word-Wall әдістерін пайдалансаңыздар болады. Соның ішіндегі барабан әдісін пайдаланып құрып, кері байланыс алып оқушылармен үй тапсырмасын сұрасаңыздар өте керемет болады. Келесі сабақтың ортасында біз не істейміз? Сабақтың ортасында оқушылардың алған білімдерін теорияда, яғни практикада жақсылап меңгеріп, шыңдап, нәтижеге жеткізетін кез бұл жер, сабақтың ортасында. Бұл жерде сіз сабақ түсіндіріп сабақ түсіндіргеннен кейін оқушылар нәтиже көрсету керек қой. Бұл жерде мен Тарси әдісін пайдаланғам біріншісінде. Яғни оқушылар Тарси әдісінде байқасаңыздар 16 есеп болады. 16 есепті шешеді. Шешілген жауапты жауапқа қарай негіздейді. Үшінші Плеккерс әдісі, яғни оқушылардың шапшаңдыққа және ойлау қабілеттерін. Сіздер білесіздер, есеп берілетін болса тақтаға Плеккерс әдістерін білсеңіздер өте керемет болады. Себебі жақсы әдіс, оқушыларды өте қызықтыратын әдістің түрі. Бұл жерде мысалы тек қана Плеккерсті ғана пайдаланбай Kahoot программасын пайдалансаңыздар да болады. Және де Word-Wall-дағы әртүрлі тек қана барабан әдісі ғана емес, әртүрлі анаграмма, гистограмма, әртүрлі оқушыларды карта түрінде де беріледі. Ол жерде тапсырмалар сол сияқты құрып істесеңіздер болады. Сабақтың ортасы ең маңызды кезең. Бұл кезеңде сіз оқушыны алған білімін бала ары қарай меңгеріп кету керек. Ол сізден сұрақ алып, мен түсінбедім деген күйде емес, оқушыға 90% білім беріп, соны олар практика жүзінде 100% орындауы қажет. Сабақтың ортасы. Сабақтың соңына келеміз. Сабақтың соңында біз не істейміз? Оқушының сабақтың басынан бері алған білімін қорытындылаймыз. Бұл жерде қорытындылаған кезде оқушымен бір-бірімен кері байланыс болады. Сабақ түсіндің ба? Қай жерінде сізге қиын болды? Қай жерде сіз түсінбей қалдыңыз?
осылай оқушыларды жаңағы сұрақ беру арқылы өткен тақырып қайталау мақсатында мысалы алған жаңағы сабақтың ортасында алған білімде түсінбеген дүниелерді түсіндіріп кетуге болатын ең маңызды кезең. Сабақтың соңында сіз оқушыларды бағалайсыздар. Одан кейін бағалап болғаннан кейін олармен кері байланыс аласыздар және пікірлерін сабақ бойынша жаңа пікірін аласыздар. Сабақтың соңында 5 минутқа немесе 7 минутқа арналған уақыт болу керек. Сіз сабақтың басы мен соңын құрастыра алсаңыз, сабақтың ортасы жаңағы практикаға қатты негізделу керек. Сіз практика жүзінде ортасында көп пайдалануыңыз керек. Дәл осылай құрсаңыздар болады. Бұл менде кішігірім істелген дүние. Енді сіздерге ұнаса, жаңағы арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады.